Медицинаға бөлген қаржы қанша пайызға өсті? Денсаулық сақтауға арналған технологиялардың бағасының тұрақсыз болуына не себеп? Бұл туралы ашық дерек көзде не бар? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын бірге сараптайық. Ақшаң болса қалтаңда, да қалтаңда. 2 маусымда Сенат отырысында Ақмарал Әлназарова денсаулық сақтау туралы мынандай дерек келтірді. Елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізілгеннен бері пандемияға бөлінген қаражатты қоспағанда денсаулық сақтау саласының бюджеттің өсімі 76%-ды құрап, 3 жылда 793,6 миллиард теңгеге артты. Елімізге міндетті медициналық сақтандыру жүйесі 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап іске қосылған. Ашық дерек көздердегі ақпаратқа қарасақ, бюджетте өсім бар екенін көреміз. Алайда, сенатордың дерегінен аз. Әділет заң мәліметінше 2020 жылы 1,5 триллион теңге болса, 2022 жылы 2 триллион теңгеге жеткен. Демек, 2 жылдағы өсім 28%-ке тең. По данным ВОЗ, отсутствие в стране системы оценки эффективности технологий здравоохранения ведет к удорожанию и неэффективному использованию до 40% ресурсов отрасли. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2010 жылғы есебіне көз жүгіртсек, шынымен де медициналық технологиялардың 20-40%-ін тиімсіз пайдаланады. Ал 2014 жылғы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ассамблеясының 67 сессиясында тиімсіздіктің алдын алу үшін технологияларды бағалау ұлттық жүйесін құру туралы мәселе көтерген. Денсаулық сақтау технологияларын бағалау арқылы оның ерекшелігін, нәтижесін және әсер ету түрін жүйелі түрде бағалауды білдіреді. Осылайша технологиялар біздің денсаулығымызға қалай көмектесетіндігін анықтай аламыз. Құрметті оқырман, егер тақырып көңіліңізден шықса, фактчек кезеттен материалымыздың толық нұсқасын оқи аласыздар. Әлеуметтік желімізге тіркеліп, видеомызды бөлісіңіздер. Теңге тиыннан құралатынын естен шығармайық.